Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай үй жағдайында табанан жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге қажетті ұнымызды електен өткізіп, ыдысымызға салып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізу керек, және де үстінен қантты, тұзды саламыз. Бөлек ыдысымызға ашытқыны жылы сумен езіп алатын боламыз. Менде осындай езбе ашытқы, сіздер құрғақ ашытқы қолдансаңыз да болады, бірақ міндетті түрде осылай жылы суға езіп аласыз. Және де ұнымыздың үстіне ашытқыны құйып, аздап сұйық май құямыз, және де жылы су құйып, қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Бұл қамыр ешқандай да жұмыртқаны, сүтті қажет етпейді, тек қана осылай үйдегі бар заттармен жасайтын боламыз. Осылай қолымызбен басып, қолымызды сулап алып, қамырды илейміз, және де бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Мінекей менің қамырым көтерілді. Енді мен осындай дөңгелек табаға қағаз төсеп, пергамент қағазын төсеп, нанды салатын боламын. Егер пергамент қағазы болмаса, табаға май жағып орналастырсаңыз болады. Осылай бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Осылай көтерілген кезде видеодағыдай қолымыздың көмегімізбен жасап шығатын боламыз. Мен бетіне осылай жұмыртқа жақтым. Негізі жұмыртқа жақпаса да болады. Жұмыртқа жағып, үстінен қара күнжіт пен ақ күнжітті араластырып сеуіп шықтым. Мак сепсеңіздер де болады. Бұл өз қалауынша жасалады. Енді 170 градуста қызып тұрған пеште 40 минут көлемде пісіреміз. Мінекей біздің таба нанымыз дайын. Өте жұмсақ болып шықты. Үлпілдек болады, әрі дәмді болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.